Қайырлы күн достар, сіздерге түрік елінің семит нанының оригинал рецептісін ұсынамын және де ачма тоқашының түйу тәсілі мен салмасын көрсетемін. Барлығы оригинал рецепт сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылып, пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Семит нанның жасалу жолы: ыдысымызға тұз, қантымызды және де ашытқымыз, яғни дрожжымызды саламыз. Құрғақ массаларымыздың барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Осының барлығын қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сіздерге айтар кеңесім: қамырды илеген кезде ұзақ илеңіздер. Түрік елінің бір ерекшелігін қазір сіздерге көрсетемін. Осы кезде барлық құрғақ масса араласып болған кезде бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Мінекей, сары май дәл осындай болу керек, бөлме температурасында. Және де жылы суымызды құямыз. Судың барлығын құймаймыз, біртіндеп аз-аздан құйып, қамырдың басы енді біріккенше осы ыдыста араластырамыз. Түрік елі көбіне ыдысқа емес, столға барлығын жайып, ашытқымыз бен сары майымыз толық ерігенше қамырды столдың үстінде жинақтайды екен. Мінекей, сол тәсілмен сіздерде дайындап көрсеңіздер, қамырларыңыз өзгеше болып шығады. Дәл солай жасап көріңіздер. Қамырды осылай екі қолмен қайта-қайта үстінен басып, ұзынша етіп созып, қайтадан жинақтап, қайтадан созып, 3-4 мәрте қайталаймыз. Мінекей, қамырымыз өте жұмсақ болды. Бастапқы кезде сіздерге қатты болып көрінуі мүмкін, бірақ дәл осылай жасасаңыздар өте жұмсақ қамыр шығады. Бетін жауып, жылы жерде 20 минут ұстаймыз, қамырымыз көтерілгенше. Оған дейін біз кунжутымызды оттың астында сарғайғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде кунжутты қуырыңыздар, сонда бір ерекше дәм болады. Міне, кунжутымызды дәл осылай қызартып қуырып аламыз да кең тарелкамызға салып алдын ала дайындап қоямыз. Енді бізге семит нанын батыратын шәрбат дайындап алуымыз керек. Басты өнім бізге әрине жүзім пигмезі болғанда жақсы болар еді, бірақ ол Қазақстанда табу өте қиын болғандықтан қолжетімді заттармен, яғни жұмыртқаның ақуызы, 2 ас қасық бал, жылы сумен жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Біздің балымыз толықтай ерігенше. Мінекей, қамырымыз да толықтай көтерілді. Осы қамырдың үстінен баспай, осы күйі рулет сияқты ұзынша етіп, сәл ғана созамыз, яғни бөліктерге бөлу үшін дайындаймыз. Осы кезде өздеріңіздің қалауларыңыз, семит наны қалай пісіп шыққаны өзіңіздің қалауыңыз бойынша, яғни қамырды үлкен бөлікке қылсаңыз, семит наны үлкенірек, кіші бөлікке қылсаңыз, семит наны кішкентай болып шығады. Одан соң барып бөліктерге бөліп болғаннан соң қолымызбен домалақтап шығамыз. Видеодағыдай дәл осылай айналдырсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз өте әдемі пішінде болып шығады. Қамырды алдын ала осылай жұқа емес, қалың емес, осылай созып аласыздар. Екі бетін қосасыздар да кері байланыс жасаймыз екі жағынан. Сонда семиттің өзінің пішіні шығады. Екі ұшын бір-біріне біріктіріп, қатты нығыздаймыз. Сол кезде қазір біз шәрбатқа салған кезде немесе піскен кезде ашылып кетпеуі керек. Шәрбатымыз толықтай еріді. Осы кезде семит нанның екі бетін толықтай малып аламыз да, жаңағы алдын ала қуырылған, суып тұрған біздің кунжутымызға екі бетін толықтай малып аламыз. Барлық жеріне кунжут тиюі керек. Осы кезде сіздерге ескертетін жағдай: сіздер егер асел пешке пісіретін болсаңыздар, асты-үсті жақын пеш болатын болса, 150 градуста асықпай пісіріңіздер. Себебі асты-үсті тез пісіп, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Міне, семит наны да дәл осылай дайын болып шықты. Осыны пешке салып пісіріп аламыз. Тағы да видеода қайталап көрсетіп жатырмын. Дәл осылай жасап, семит нанының формасын шығарып аласыздар. Пешке салып 20-25 минутта пісіріп аламыз. Егер де сіздің пешіңіздің асты-үсті алыс болса, 180 градуста пісіріп аласыздар. Мінекей, біздің семит нанымыз дайын болды. Іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығады. Ачма тоқашымыздың қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға қантымызды, тұзымызды, дрожжымызды қосамыз.
үстінен жылы су құямыз. Содан соң барып кішкене ғана сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Тұзымыз толықтай еруі керек осы суда. Егер ерімеген жағдайда ащы болып қалуы мүмкін қамырыңыз. Содан соң барып бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толықтай жақсылап тұрып араласуы керек. Електен өткізілген ұнымызды қосып, қолдың көмегіне жүгініп, қамырымыз сәл ғана біріккенше ыдыста араластыратын боламыз. Түрік елінің бір ерекшелігі, олар ыдыста емес, осылай столдың үстінде қамырды ары-бері тартқылап, дрожжымыз толықтай еріп, майымыз қамырға толықтай сіңгенше столдың үстінде қамырды елейді екен. Дәл осы тәсілмен сіздер дайындап көріңіздерші, шын мәнісінде қамырларыңыз тым ерекше болып шығады. Басында қамырларыңыз бірікпейтіндей және де қатты болып шығатындай болып көрінуі мүмкін. Дәл осылай 20 минуттай қамырмен жұмыс жасап үйренсеңіздер, қамырларыңыз шын мәнісінде ерекше болып шығады. Қамырды ары-бері тартқыласаңыздар, дәл осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Өзінен өзі басы бірігеді. Осылай бір-бірін біріктіріп, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дәл осылай көтеріледі. Осыны екі бөлікке бөлеміз. Мен қазір сіздерге түйу тәсілімен түрлі салмасымен көрсететін боламын. Мен осы кезде 3 бөлікке бөлдім, яғни 2 қамырдан 6 бөлік шықты. Қамырымыздың барлығын бөліп болғаннан соң қолымызбен жақсылап тұрып домалақтаймыз. Осы кезде 5 минутта істесеңіздер, қамыр өзінен өзі әдемі болып шығады. Қамырымызды оқтаумен чұқа етіп жаямыз. Қатты чұқа емес, қатты қалың да емес болуы керек. Орташа ғып жаясыздар. Ешқандай ұн, ешқандай май пайдаланбаймыз. Жай ғана оқтаумен столдың үстінде жайып аламыз. Осы кезде салмасына мен шоколад пайдаландым. Сіздер басқаша шоколад пайдалансаңыздар болады, нутелла да пайдалансаңыздар болады. Осы түрік елінің ерекше тоқашы, осы шоколадты жағып жасасаңыздар, тым ерекше тоқаш болып шығады. Дәмі де өте керемет болады. Ыстықтай біздің отбасымызда толықтай желініп кетті. Сіздерге осы тоқашты дайындауға 100% кеңес етемін. Тәттімізді толықтай жағып болғаннан соң екі шетінен басыңқырап отырып рулет сияқты ораймыз. Басып отырыңыздар, екі ұшын бір-біріне толықтай оралып біткеннен кейін алып бір-біріне жапсырамыз. Біздің қазір тәттіміз піскен кезде ағып кетпейтіндей үстінен басып сәл-сәл созамыз. Қатты емес, сәл ғана созып формасына келтіретін боламыз. Екі ұшын бір-біріне біріктіреміз. Сол кезде сәл ғана ұшы жұқараңқырып, ай сияқты тәріздес болып өзінен өзі әдемі формаға енеді. Екі ұшын қатты қысамыз, піскен кезде ажырап кетпейтіндей қылып. Міне осымен біздің тоқашымыз да дайын болды. Екінші кезекте қамырды жаямыз, жұқа да емес, тым қалың да емес қылып, салмасына шұжық пен ірімшік пайдаланамыз. Ірімшігіміз балқитын ірімшік пайдалансаңыздар, дәмі ерекше болады. Конверт сияқты ораймыз, бір-біріне қатты қысамыз. Сол кезде біздің ірімшігіміз балқып ағып кетпейтін болады. Мінекей, жаңағы біздің кунжутқа пайдаланған шәрбатымызға бетін малып, кунжутқа аунатып аламыз. Мінекей, біздің тоқаштарымыздың екінші түрі де дайын болды. Осылай ұсынсаңыздар да әдемірек көрінеді. Келесі түйу тәсілі, қамырымызды дәл осылай жайып аламыз жаңағыдай. Содан соң барып ірімшігімізді саламыз да үстіне лайықтап шұжығын саламыз. Шұжықты көп салып жібермеңіздер, жатылып кетуі мүмкін. Екі шетін қысып пирожки сияқты пішінге келтіреміз да екі шетін өріп шығамыз. Сол кезде сіздердің ірімшіктеріңіз ағып шығып кетпейді. Келесі бетке аударамыз да қолмен қиғаштап қаттырақ басамыз. Сонда ерекше бір форма шығады. Екі шетінен қатты нығыздап қысып қоямыз. Келесі түйу тәсілі дәл сол қамыр, дәл сол салма. Осы салмамен дайындасаңыздар, тоқаштарыңыз тойымды болып шығады. Екі шетінен біріктіреміз. Жаңағы конверт сияқты біріктіреміз да, одан сәл ерекшелеу болады. Видеодағыдай екі шетінен қысамыз да, ұшын жіңішке қылып алып келіп, бір-біріне қосамыз. Үшбұрышты қыламыз да, бұл кәдімгі пирожки сияқты ерекше болып көрінеді. Дәл осылай дайындап көрсеңіздер де болады, дастарханға ерекше бір көрініс беріп тұрады.
Осымен міне біздің тоқашымыз да дайын болды. Ендігі кезекте жаңағы біздің түйген шәрбаттарымыздың бетіне жұмыртқаның тек қана сары уызын жағып шығамыз. Өте әдемі қылып барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Содан соң барып мак немесе қара кунжут немесе басқа дәндер пайдалансаңыздар да болады. Ол әрине өздеріңіздің қалауларыңыз. Еш нәрсе сеппей қойсаңыздар да болады. Бірақ сепсеңіздер әдемі көрініс беріп тұрады. Барлығына жұмыртқаның сары уызын жағып, пешке салып пісіріп алатын боламыз. Мен осы кезде кунжут пен макты пайдаландым. Бетіне дәнге әр жеріне әр түрлі қылып септім. Сіздер басқаша қылып сеуіп, басқаша түрден де дайындасаңыздар болады. Ең басты сіздерге қамырдың жасалу жолын көрсеттім. Пешке 180 градусқа 30-35 минутта толықтай пісіп шығады. Ыстықтай дастарханға ұсыныңыздар. Сол кезде сіздердің салмаларыңызға ірімшік салғандықтан созылып әдемі дәм беріп тұрады. Мен түрік елінің қатты ғашық еткен тоқаштарының бірі осы ачма тоқашына мен ерекше ғашық болдым. Тәтті қосылған салмасы тым ерекше болып шықты. Сіздерге дайындап көруге кеңес етемін. Осылай шанышқының көмегімен узор жасасаңыздар да болады. Әрине ол өз қалауларыңыз. Осымен біздің тоқашымыз дайын болып шықты. Өте жұмсақ болып шықты. Қараңыздаршы, қамыры қандай жұмсақ болып шықты. Ыстық күйінде жесеңіздер дәмі ерекше болып шығады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видео шықса сіздерге сразу көрініп тұрады. Келесі видеода мен түрік елінің оригинал баклавасының рецептісін ұсынатын боламын. Сондықтан каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Тегі мастер-класстың барлығын өткізіп алмаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лүпіл басып өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Назерке.